Бүгін құрметті Әлихан Бөкейханов мектеп лицейінің шабытты шәкірттері және де талантты түлектері, құрметті ата-аналар. Бүгін 10 сұрақ айдарына көпшіліктің қалауымен қонақ болып келіп отырмын. Сіздердің қойған сұрақтарыңызға шын ниетіммен, шын көңілмен ешқандай қоспасыз жауап беруге дайынмын. Кішкентай кезімде қызықты сәттер көп болды менде. Солардың бірі мектеп жасында болды. 4-ші сынып оқимыз. Андай баклажканың крышкасын нетеміз, тесіп алып зырылдауық ойнаймыз ғой. Сол ойнап келе кезде Бұлбұл деген бір қыз болды. Соның шашына битіп қалған ғой. Шашы оратылып қалады. Соны жұлып алған ғой. Сөйтсем бір уыс шашын төбесін жұлып алыппын. Ана қыз жылады. Содан мұғалім келді. Аман жол тұр дейді. Мен басым көтеріп тұрамын. Неге жыласың дейді. Апай кешіріңіз, мен қолымды битіп келе жатқан кезде ұсталып қалды қолыма деп ғой. Ана зырылдауықты айтсам, онда әкемді шақырып ұрсады ғой. Сонда айтады, ендігәрі қолыңды былай ұстамай қалтаңа салып жүр деп сөйтіп ұрысқаны бар. Сол бір ең қызықты сәттердің бірі болды деп ойлаймын. Өмірде ұстанатын 3 ұстаң деген ол әкем айтатын, біреудің қорасын тазалап берсең де адал еңбек ет дейтін. Осы адал еңбек етіп, адал ақша тапқым келеді біріншіден. Екіншіден, айналамдағы адамдарға шамамның келгенше жылулық сыйлағым келеді. Және отырған жерде күлкілі әңгіме айтып, адамдардың көңілін тапқым келеді. 3-ші ұстанымым, ең мейірімді, ең жақсы әке болғым келеді. Енді мен қазір 34-темін, 54-темін. Енді 20 жылдан кейін ол қызым, ұлым ұлықты, қызым қылықты болып жақсы өссе, еңбегім жемісті болып, білім берген шәкірттерім биік-биік белестерде жүрсе, және өзім андай ешқандай салмақ қоспаған, денем тік ұстаған, тізесі ауырмаған, мықты бір үлгі болатындай ата болғым келеді. Ұлттық спорт түрлерін дамытқанымыз дұрыс. Өйткені қазіргі жастардың көбі асық ойнаудың не екенін білмейді. 9 мағат көп біле қоймайды. Ләңгі ойнау, ат спорт деген мүлдем жоқ Шахтинскіде. Сондықтан ойлаймын, ақша бөлу керек, қаражаттандыру керек, және де біздің мына спорт мектебінің басшылығы жақсы жұмыс істеу керек. Егер спорт мектебінің басшылығы жақсы жұмыс істемейтін болса, олар ұлттық спорт түрлеріне жанашмайтын болса, онда оның дамымайды. Сондықтан ақша қаражат бөлу керек, бәр нәрсе қаражатқа тіреледі. Өйткені жаңағы база болу керек. Балалар жарыс өткізгеннің өзінде жаңағы оларға бағалы сыйлықтар беріп ынталандыру керек. Сонда бала келесі жолы тағы да қатысам, тағы да сыйлық туамын деп талпынады. Солай ол бала ұлттық спорт түріне бауыр басады, және де көбірек жарнамалау керек деп ойлаймын. Спорт жағынан жоспар көп, армандай беру керек қой. Сол армандардың жолында жақсы еңбек ету керек. Менің арманым осы Шахтинск қаласынан қарагөз ұлдар мен қыздарымыздың арасынан Олимпиада чемпионы шықса деймін. Қазақстан чемпионы шықса деймін. Осы спорт арқылы біз Шахтинскіні танытсақ деймін. Енді осы мақсатта бізде спорт кешені салынып жатыр ғой енді. Сол жерге өзінің ісінің жілігін шағып, майын жеген майталма мамандар керек. Сол мақсатта біз өзімнің біраз шәкірттерімді дене шынықтыруға түсірдік, бағдар бердік. Өйткені өзінің Шахтинскте туып өскен бала, ол Шахтинскінің болашағы жаны ашиды. Сол үшін жоспарларым сол, осы балаларым бітіріп келсе, сол балаларды спорт комплекске жұмысқа тұрғызсақ, Шахтинск қаласының спорт дамиды деп ойлаймын. Мен жоспарларым осы енді. Мен 2010 жылдан бастап осы еңбек жолына аяқ бастым ғой. Бел будым, бірыңғай мұғалім боламын, шәкірт тәрбиелеймін. Өйткені менің
арғы аталарым, ата бабаларым жаңағы біздің тұрған жерде мектеп ашып балаларға білім берген. Ең бір бәрі қуанышты деп айтуға болады. Өйткені жарысқа барған балаң жүлделі орын алып жатса, гол соққан сәттер, ол бәрі қуаныш. Солардың ішінде мен жүрегіме ең жақыны менің оқушым Мырзатқан Сұлтанбек 2013 жылы 24 қыркүйекте Алматы қаласында Қазақстан чемпионатында жеңіл атлетикадан 1500 метрге жүгіруден екінші орын алды. Сол кешкісін звондап сөйлесеміз ғой. Яға екінші орын алдым, бірінші орынға шамам жетпей қалды деді. Соны айтам ғой. Енді ертең менің туған күнім болады, білесің шығарсың дедім. Болды ағай, туған күніңізге подарка деп сөйттім. Енді ішімнен жақсы болар еді қуанып армандап жүрдім. Түсті 12-ге звондайды. Аманжол ағай, туған күніңіз құтты болсын. Менен подарок сізге 800 метрге жүгіруден Қазақстан чемпионатының алтын медалы дейді. Мен сол кезде көзіме жас келді, кәдімгі қуандым. Осы қуаныш әлі есімнен кетпей, жаңағы қаншама жасаған жұмыстың, төгілген тердің нәтижесі. Одан кейінгі бір қуанышты сәттерім мектеп лигасы деген болады бізде. Футбол ойнаймыз. Сол кезде осы 2000 жылғы мынау Қобыланды Аслан Аян, Ернакишев Асылхандар 11 сынып жылында бірінші орын алды. Қалалық футбол жарысынан мен туған күнді ұмытып кеттім, жарыс деп жүріп. Ағай, туған күніңіз құтты болсын, бірінші орын деп кубокты берген кезде бір қуанған сәттерім болды. Қазіргі жастарға айтар кеңесім, бос уақытта құр босқа өткізу керек. Барды бағалай білу керек. Қолдағы бардың қадір қасиетін білу керек. Бір екіншіден қазір ғылым мен білімнің заманы ғой. Сондықтан соның бәрін меңгеріп, жақсы өмір сүруге тырысу керек. Және де жақсы адамгершілігі мол, иман жүректі, елін, жерін сүйетін азаматша болып қалыптасу керек деп ойлаймын. Сол ең басты мақсат, басты міндет. Менің өмірде үлгі тұтатын және де өтетін адам ол әрине өзімнің әкем. Әкем мұғалім болған, бізге жақсы тәрбие берді. Менің осы жерде отырғаным, осындай жетістікке жеткенім бәрі ол әкемнің беріп кеткен тәрбиесі деп ойлаймын. Жастарға рас осы тәрбиесінің меңгерушісіне келмей тұрып, жиі баратынды. Кейін ғой, тәрбиесінің меңгеруші болғаннан кейін жылына 4-5 рет барам. Ең қызықты оқиғалар 2011 жылы, 94 жылғы балалар, Максимова Сая, таныс жанрлар оқыған кез жарысқа бардық, баскетболдың жарысына. Ол кезде Шахтинск қаласының жаттықтырушылар бәрі мені білмейді, жаңадан келген. Олар да білмейді, мен баскетболдан спорт шеберіне үміткер екенімді. Содан кейін жарыс болып жатыр. 6-шы мектептің қыздармен біздің қыздар ойнап жатыр. Біздің қыздар жақсы ойнайды, прям күшті, доп алады, гол соғады. Біздің қыздар ана орыс қыздардың қолына тиіп кетсе, біздің қыздарға штраф береді. Аналар гол соғады, жеңіл жатымда. Біздікілердің тырнап алса, тырнап кетеді. Қыздар болған сонда тырнап болады, тырнайды, итеріп жібереді. Үндемейді. Отырмын мен сабыр деп қоямын өз өзім ішіме. Бір заманда Максимова Сая жыламай ма? Сол кезде мен жыламай кеттім да. Орта атшы, стоп играла дейді мына неге. Төрешіге келеді. Мен айтам оған, ты че, ненормальный судишь, я баскетболист деп айтып қоямын. Орысша сәл шорқақтау мен өйткені Алматыда оқыдым. Сол ана жақтан 6-шы школаның тренері жүгіріп келіп маған ах деп ұрысып жатыр. Сол кезде мен айттым, молчи, женщина деп мынаған. Что ты говоришь дейді, молчи деп сөйтіп айқайлаған бар. Сол кезде ана орыс кемпір маған басын жиған. Үнемі алып жүретін 3 сат, ол ең бірінші менің нағашы атамның жазып берген бойтұмары, 2-ші сыныпта жазып берген. Екінші ол әрине былтыр машина алғаннан бері қалай. Машинаның кілті менің артында. 3-ші әрине ұялы телефон, артында 1000 теңгесі бар. Осы керек болып қалмады, салып жүремін 1000 теңгені. Осы 3 сат үнемі менімен бірге 24 сағат бойы.
Hold up.